Сәлем, қазір біз сенімен табиғатты зерттейміз. Күн аспанда жарқырап тұрады. Күн бізге жарық пен жылу береді. Күн шықса, дала жарық болады. Күн. Бұлт аспанда жүреді. Бұлт ақ немесе сұр болады. Кейде бұлттан жаңбыр жауады. Бұлт. Бұл кемпір қосақ. Кемпір қосақ түрлі түсті болады. Кемпір қосақ неше түстен тұрады? Жеті түстен. Қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк және күлгін. Кемпір қосақ жаңбырдан кейін аспанда шығады. Ай түнде шығады. Айды көрсек, ұйықтайтын уақыт келді. Ай. Бірге айтайық. Ай. Дұрыс. Жұлдыз түнде көрінеді. Жұлдыздар көп болады. Жұлдыздар кішкентай шам сияқты, е? Бота аласа болып өседі. Кейбір ботада жидек өседі. Мысалы, таңқұрай, қарақат, итмұрын. Бота. Ағаш биік болады. Ағашта жеміс және жидек өсуі мүмкін. Мысалы, алма, алмұрт, өрік, шие. Ағаш бізге таза ауа береді. Бірге қайталайық. Ағаш. Жапырақ ағашта өседі. Жапырақ жасыл, сары және қызыл болады. Күзде жапырақ жерге түседі. Орманда көп ағаш бар. Орманда құстар мен аңдар тұрады. Мысалы, қасқыр, аю, тиін, қоян. Бірге айтайық. Орман.
Гүл. Гүл әдемі болады. Гүлдің иісі жақсы. Гүлге көбелектер және бал аралар қонады. Гүл. Гүл. Шөп. Шөп жерде өседі. Шөп жасыл болады. Шөп. Өте оңай сөз. Шөп. Шөп. Жел. Желді біз көрмейміз, бірақ сеземіз. Жел. Жел. Жаңбыр. Жаңбыр аспаннан жауады. Жаңбырдан жер суланады. Су болып қалмау үшін қол шатыр алып жүр. Жаңбыр. Жаңбыр. Найзағай. Бұл найзағай жарқ етеді. Найзағай аспанда болады. Найзағайды көрсең, тезірек үйге қайт. Найзағай. Найзағай. Бұл тас. Тас жерде жатады. Тастар үлкен немесе кіші болады. Тас. Бірге қайталайық. Тас. Т. Тас. Топырақ. Топырақта өсімдіктер өседі. Топырақта кішкентай жәндіктер болады. Мысалы, құмырсқа және құрт. Құм. Мен құммен ойнағанды жақсы көремін. Ал сен ше? Сенде күрек пен шелек бар ма? Құм. Бірге қайталайық. Құм. Өте оңай, е? Құм. Бүгін біз табиғатты зерттедік. Рахмет саған. Сау бол.